Пандемия кесірінен қиындыққа тап болған кәсіпкерлерге көмек көрсету жалғасады. Президент бүгінгі жолдауында бизнесті қолдау туралы көп айтты. Себебі экономиканы ілгері сүйреуші осы іскер орта. Алайда бұл саланы дамытуда жаңа көзқарас пен тың леп қажет-ақ. Әйтпесе қарышты қадам жасауы күмәнді. Нысаналы ығыл тарқатып айтады. Шағын орта бизнес шатқаяқтап қалды. Сарапшылар 100 мыңдай кәсіпкер барынан айырылама деп алаңдайды. Бірақ мемлекет көмегі дер кезінде көрсетілді. Төтенше жағдай жарияланған тұста президент іскер ортаны жеңілдікпен несиелеу тетігін табуды тапсырған. Бұл бағытқа 600 миллиард теңге бөлініп, 6%-бен мемлекеттік субсидиялау қамтамасыз етілді. Бағдарлама 2021 жылға дейін ұзартылатын болды. Қосымша 200 миллиард теңге қаралып, қаржыландыру көлемі 800 миллиард теңгеге жетеді. 14%-бен 7 жылға алған болса банкадан, қазір сол алған несиелеріміздің пайыздарын 14-тен 6%-ға дейін түсіру керек деген тапсырма берді. Ол біз үшін үлкен бір көмек. Үнемделген қаражаттарды, ақшаларды өзіміздің құрал саймандарымызды, технологиямызды қайта жаңартуға жұмсаймыз. Кәсіпкерлікке кедергі келтіру мемлекетке жасалған қылмыспен тең. Қасым-Жомарт Тоқаев негізсіз тексерулерді түбегейлі жою керек деді. Шағын орта бизнес қызметінің жаңа құқықтық базасын әзірлеуді тапсырды. 2025 жылға қарай саланың жалпы ішкі өнімдегі үлесі 35%-ға, ал жұмысшылар саны 4 миллионға жетуі керек. Президент ұлттық банк ішінен құрамында тәуелсіз мүшелері бар кредиттік саясат комитетін құруды да тапсырды. Бұл орган қаржы мен несие саясатын жүйелеуі тиіс. Кей несиенің мөлшерлемесін төмендету бойынша шара қолдануы шарт. Сондай-ақ инвесторлар тарапынан теңгеге сенім азайды. Экономиканы әртараптандырудың әлсіздігі мен курстың құбылмалығы шетел инвестициясын тежеп отыр. Осы ретте валюталық нарықты реттеу керек. Бұлардың барлығы жаңағы комплекстік түрде бірін-бірін толықтыратын нәрсе. Енді жеке тек қана бір шетін дамытып, басқа жағын дамытпаймыз деген жоқ. Бізде әртараптандыру, бүкіл экономиканың жан-жағын мүмкіндігінше дамыту керек деген мәселе. Экономика мемлекеттің мәпелеуінен кетуі керек. Бүгінде орталық органдар, әкімдіктер мен холдингтердің меншігінде 7 мыңдай нысан бар. Енді мемлекет меншігінде тек әлеуметтік және мемлекеттің қауіпсіздігі мен қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін ұйымдар ғана қалуы керек. Квазисекторда қызметкерлер санын азайтып, құр еншілес компанияларды қысқартқан дұрыс. Осы ретте бәйтерек және Қазагро холдингтерін біріктіріп, штатты 50%-ға кемітуді тапсырды. Үкімет жаңа жекешелендіру жоспарын қабылдауы тиіс. Тікелей президентке қарасты бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігі құрылсын деп пәрмен берді. Мысалы, жеке секторға, жеке бизнесқа, жаңағыдай кәсіпкерлікке беріп жатыр. Себебі ол жақта ол орта, мысалы, жаңағыдай бәсекелестік тудыртады. Сол бәсекелестік негізінде жаңағыдай олның жаңағыдай даму деңгейі де өседі. Президент айтқан тағы бір мәселе өнеркәсіптік әлеуеттің әлсіздігі. Әлі күнге дейін өңделген тауарлардың 3/1 шетелден келеді. Демек, ішкі нарықтың мүмкіндіктерін пайдалана алмай отырмыз деп сынады. Сондықтан ұлттық индустрияны дамыту тұрғысында жаңғыртылған заңнамалық негіз қажет. Өнеркәсіпке қолдау көрсетудің нақты шараларында жетілдіруге пәрмен берді. Бүгінде мәжбүрлі сипаттағы 40-қа жуық салық пен жинақ алынады. Қасым-Жомарт Тоқаев Атамекен ұлттық палатасына депутаттармен бірлесе отырып, салық кодексіне ревизия жүргізуді тапсырды. Осылайша салықтық міндеттемелерді барынша азайтып, төлемдер көлемін кеміту мақсат тұр. Тоқ етері табысты экономика ғана халықтың әл-ауқатын арттыратын алға тартты.